Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің есімім Ақнар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте жеңіл дайындалатын, әрі өте нәзік, әрі дәмді болып шығатын красный бархат тортын жасаймыз. Барлық ингредиенттер бөлме температурасында болу керек. Ыдысымызға сары майымызды салып, үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Бір-бірден жұмыртқамызды саламыз. Сұйық майымызды құямыз, араластырамыз. Он, какао қопсытқыш содамызды салып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы айранымызға бояғышты салып араластырып аламыз. Гелевый красительді қолданғандарыңыз дұрыс, себебі түсі қанығырақ болып шығады. Електен ұнымызды өткізіп, айранымызды құйып араластырамыз. Осылай бөліп-бөліп 3 рет жасаймыз. Формамызға пергамент қағазын төсейміз, массамызды 2-ге немесе 3-ге бөліп пісіреміз. 180 градуста қызып тұрған пешімізге 30 минуттай пісіреміз. Алғашқы 25 минутында пештің есігін ашпаған дұрыс, себебі біздің қоржымыз басылып қалуы мүмкін. Ағаш таяқшамен тексереміз. Щеткада толықтай суытамыз. Салқын сливкемізді кішкене қоюланғанша миксерлейміз. Сливкидің майлылығы 33-35% болуы керек. Қант ұнтағын саламыз. Творожный сырымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Кондитерлік қапшыққа немесе салафанға саламыз. Тортымызды жинап бастаймыз. Кішкене крем алып қаламыз, онымен қазір тортымыздың жанын әсемдейтін боламыз. Тоңазытқышқа кремі сіңу үшін 2 сағатқа жібереміз. Тортымыздың жандарын қалған креммен жағып шығамыз, қалауымызша әсемдейміз. Мен осылай кішкене бисквитті блендерден өткізіп, жандарына сеуіп шықтым. Тоңазытқышқа кемі 2-3 сағатқа жібереміз. Тортымыз дайын, енді кесіп көрсетейін. Тортымыз өте дәмді әрі нәзік болып шығады. Рецепт ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Ақнар, келесі кездескенше астарыңыз дәмді болсын.